Күн екіндіге ауса да аптапты ыстықтың аптығы әлі басыла қоймаған, алып отты шар жер бетін аңдығандай кіріп қақпастан шақшиып тұр. Қара жолдың бойындағы тарыдай шашыраған шағын ауыл момақан кейіпте мүлгіп қалған. Жол шетінде жан-жағына тағатсыздана қараған бойжеткен сағатына көз салды. Уақыт 6-дан асып барады екен. Мұндай кезде уақытта өтіп болмайды. Оның үстіне күнде ерсілі-қарсылы ағылып жататын 4 дөңгелекте көрінбейді. Барлығы да тасап тиылғандай жым-жылас. Бұрын бұл жолмен өзбектердің оны-мұны тиеп алып, күңіренген дәу мәшинелері дамылсы ағылып жататын. 1-2 жыл болды. Олар да көзден ұшқандай қарасын батырды. Енді ауыл тұрғындары үшін кім келер екен деп, екі көз төрт болып қара жолдың бойын торуылдау әдетке айналды. Оны да қазіргі шопырлар қалаға дейін ала кет десең, әкесінің құнын сұрайды. Сымбат тықыршыды. Уақыт болса зырғып өтіп барады. Сағат 20 минуты кем жеті. Бүгін демалыс, қалаға барып жуынып шайынып жақсылап демалып ертең университеттегі сабағына бару керек. Оның үстіне аптаның аяғында Алматы қаласына барып докторантураға емтихан тапсырмақшы. Ғалым жолын қуамын деп жүргенде жасы 30-ға келіпті. Ең кемі 35 жасқа дейін докторлық диссертациясын қорғап алса, содан соң ерге шығып, бұйырса 1-2 перзент сүйсем деген арманы тағы бар. Көзіне қара жолды қапталдай ұшып келе жатқан жеңіл машина шалынды. Қыз қуанып кетті. Бұйырса бүгін жолын болады екен деп ойлады. Апыл-ғұпыл қол көтерді. Ақ жегілі қызбен қатарласа келіп тізгінін тежеді. Оң жақ қапталдағы есік ашылып, жас шамасы 35-терді, қоңқақ мұрын, қияқтай қара мұртты қара торы жігіт, сәлеметсіз бе қарындас, жол болсын деді. Асығыс қалаға бара жатыр едім. Ала кетіңізші деді Сымбат. Ала кетемін, қанша төлейсіз? Бұл жердің такси 300 теңге. Охой, 20 шақырым жерге аздау емес пе? Аздау емес, автобустан 3 есе жоғары бағасы. Мақұл, отырыңыз, жолшыбай келісерміз. Жігіт талдырмаш денелі, ашаң бойлы, аяқ қол балғадай ақсары қызға сені қайдан көрдім дегенде тесіле қарады. Осы сізді бір жерден көрген жоқпын ба? Түріңіз таныс сияқты. Көрсеңіз көрген шығарсыз. Тау-тауға кездеспес, адам-адамға кездесер деген. Есіміңіз кім болар екен? Сымбат. Менің атым Таймас. Жігіт қолын ұсынды. Айып етпеңіз. Жігіт қыздың қолынан сүйді. Сізде арумен танысқаныма қуаныштымын. Тек бір айтарым, жолшыбай саяжайға соғып қауын ала кетуге қарсылық жасамасаңыз. О не дегеніңіз, бізден рұқсат. Кеттігендеше ақ жигули зулай жөнелді. Жолшыбай неше түрлі анекдот соғып жігіт желпінді. Қыз көңілденді. Таймастың әжептеуір қоңыр даусы бар екен. Әннің де тиегін ағытып кетті. Өзіңіз әжептеуір әнші екенсіз, көңіл көтергеніңізге рахмет деді. Оған деген сүйсінісі жасыра алмаған Сымбат. Сізге ұнаса болды да, біздер сіздей сұлулардың садағасы болып кетсек арманымыз жоқ. Қой, олай демеңіз. Ақылыңнан сенің. Таймас бір қолмен Сымбаттың арқасын қақты. Ризамын. Сендей жары бар жігіттер бақытты ғой шіркін. Күйеу бала кім болды екен деді қызға ежірейе қарап. Күйеу бала жағынан яттымыз деді. Әнтек қысыла сөйлеген Сымбат. Оқу-шоқу деп жүріп шаңырақ көтеруге қол тимей кетті. Солай деңіз. Бірақ сіздей сұлуларға жалғыз жүру жараспайды. Нешедесіз? Қыздың жасын сұрамайды деуші еді. Оқасы жоқ, сұрап қалдыңыз, айтайын. Биыл бұйырса 30-ға толамын. Оқасы жоқ, қонақ үйге келгенмен тұрмай қызының жасын сұрар деген қазақпыз ғой. Қыз дегенің қып-қызыл гүл емес пе? Қыздан жігіт бір тоят тілемес пе? Қыз қызыл гүл болғанда жігіт бұлбұл, бұлбұл құс қызыл гүлге түнемес пе? Қалай, ұнай ма? Сыпайылық сақтаған Сымбат жымия күліп құптағандай үнсіз басын изеді де, бір көрген кісіге ерсілеу екен деді. Оның не серсі? Сымбатжан, ол өмірдің заңы ғой. Сымбат әңгімемен байқамапты. Жүйрік жигули саяжайларға жақындап қалыпты. Машина оңға бұрылды. Біздің саяжай дарияның жағасында. Қауыннан дән татыңыз, күн әлі күйіп тұр. Шөлдеген шығарсы деді, маржандай тістерін көрсете, екі көз шоқтай жанып маңғаздана сөйлеген Таймас. Сіздей сұлулардың бұл өмірде бар екеніне шүкіршілік етемін. Үйдегі жеңге де сұлу шығар. Жеңгең болдырып қалған. Қойыңызшы, әзіліңіз болар. Әзілім емес, шыным. Сіздей сұлу сүйемін десе бәрін де тастап соның соңынан бұйдалы тайлақта еріп жүре берер едім. Оныңыз жарамайды. Бір көрген сұлудың соңынан еріп кете берсеңіз, махаббат деген үлкен сезімге опасыздық жасағандық болады. Сізде сол махаббат деген ақын жазушылардың ертегісіне сенесіз бе? Әрине, ал мен сенбеймін. Махаббатыңыз айналып келгенде еркек пен әйелдің төсекте табысумен тәмамдалады. Махаббаттың бар қызығы сол ма? Ағасы қателесе сезімсіз жатып тұру хайуандық. Машина жол жүйені жиектей жүріп келіп, кілт тоқтады. Таймас есікті ашты. Ал келдік. Осы әңгіменің қажетіне? Түс, қауын жейміз. Сымбат аң-таң. Әзілі ме, шыны ма? Әлде ауышпа? Айдалада ненің қауыны? Ағасы, әзілдің де жөні бар шығар. Мен сізді түсінбей тұрмын. Немене түсінбей тұрсың ба?
ана бұтаның арасына барып қауынды жарамыз. Өзі әбден піскен тіліңді үйреді. Өмірі есінен кетпейтіндей болады, қорықпа. Қыздың бетін бірінші болып кім ашса сол ыстық демекші. Мені бір көрсең болды, содан соң өмір бойы аңсаумен өтесің. Кел, түс қауынымызды жейік. Аузынан арақ иісі мүңкіген жігіттің дөрекілеу сөзінен ішін тартып қалған Сымбат енді шындап қорқайын деді. Мынау алаңғасар күні бойы қауын деп қақсап өзі келіп тұрғандай ма қалай сөйлейді. Ей жігітім, аспандағы еттің сасығынай демекші, есек дәмең зор екен, піскен қауын жегін келген екен, жегізермін. Ағасы піскен қауын езуіңді жырып кетпес бекен деп ашуланды. Қарындас, болшылды қояйықшы, бүгін сені маған Құдай бұйыртқан шығар. Таймас ыржалаңдаған қызға қарай қолын созды. Қойыңыз, жынды суды ішіп алып, құтырмаңыз, тартыңыз қолыңызды. Ашуланған Сымбат жігіттің қолын қағып жіберді. Бейбастыққа көнбеймін, ұят болады. Қойшей, солай ма? Қылжақтамаңыз. Болды, содан да шаруаны тездетіп бітірейік. Мәшінеге мінген ақыңды төле. Мына 300 теңгені алыңыз да бастық атармаңыз. Пақ 300 теңге, оныңды өзің алып артыңа тық. Маған сен керексің. Сені бір көремін, сосын баратын жеріңе жеткізіп тастаймын. Қой жігітім, мен арын ақшаға айырбастайтын жезөкше емеспін. Жасың 30-ға келіп, осыған дейін еркек көрмеген періштемін дейсің бе? Иә, періштемін. Онда тіпті жақсы, қазір тексереміз. Жігіт қолын соза бергенде Сымбат оның жағынан шапалақпен тартып жіберді. Ятсыз, тарт қолыңды. Сымбат дереу есікті жапқысы келген, бірақ үлгере алмады. Жүзі өрт сөндіргендей түтігіп кеткен Таймас қызды қос қолмен екі иығынан қапсыра құшақтап, сүйрей-мүйрей жерге алып ұрды. Сен маған ұрғанды көрсетейін. Ұрған олай болмайды, бұлай болады. Таймас жерге қолын тіреп, орнынан көтеріле берген қызды кіндік тұсынан тоқпақтай жұдырығымен қойып жіберді. Ой, оқыс жұдырық, ыңқ етіп көзінің оты жарқ ете алған Сымбат ішін басы төрт бүктетіліп керелеңдеп қалды. Сол мезетте арт жағынан келген жігіт шалық қимылдап, қыздың шайы көйлегін басына қарай көтеріп тұрып жіберді. Бөксесі жалтыраған Сымбат тыпырлады да қалды. Бұл кезде Таймастың қолы іш киімге қарай жылжыған. Қыз бар күшін жиып аяғын артқа қарай қатты сермеп бір тепті. Қатты тепкі өкпе тұсынан тиген жігіт шалқасынан түсті. Іле-шала басына түрілген көйлегін қайта киіп үлгерген Сымбат жейде-жейденің арасымен зытып ала жөнелді. Жерге бұраунап түскен Таймас та тұра сала, бәрібір менен құтыла алмайсың сен қаншық деп, қыздың соңынан тұра жүгірді. Ышқынған қыз жейденің үсті басын жырғанына да, көйлегінің жыртылғанына да қарамастан дарияға қарай төтелей берді. Тұла бойын ашу болып ызаланған Таймас та қалар емес, қызды ақыр ұзатпады. Қалың жейдеге жете бері шап беріп көйлегінен ұстап алды. Жібер оңбаған. Қыз қайырылып жігітті қос қолмен төмпештеді. Өлсем де арымды таптатпаймын. Сол кезде Сымбатты өзіне қарай оқыстан тартып қалған жігіт қыздың кіндік тұсынан күріздей жұдырығымен тарс еткізіп соғып жіберді. Талдырмаш дене кескен теректей сұлап түсті. Көзі қанталап ентіге аласұрған Таймас қыздың көйлегін түріп іш киімін сыпырып тастап, үстіне жүрелей шөкті де ауының түймелерін асығыс ағыта бастады. Асау екенсің, мініс көрмесең көрмеген шығарсың, қазір мінеміз деп қыздың екі аяғын ажыратам дегенде қайта тірілген Сымбат екі аяғын айқара қосып алып, оңбаған бетсіз қара бет деп ашын айқайлап қос қолдап жігіттің бетін тырналады. Ағаншы қаныңды ішемін. Таймас жылан көргендей орнынан атып тұрып қызды тепкінің астына алды. Шашы уда-дуда болып ақ шаңдақта аунаған қыз төрт бүктетіліп ыңырсып көзін тарс жұмған күйі сылқ етіп қозғалмастан қалды. Былқ-сылқ еткен қызды екпетінен аударып, оның жарғақтаған домалақ бөксесін алдына өңгере шөккен жігіт ойындағы арам ойын іске асыруға кірісті. Бейне бір алып қара құс, ақ қоянды жәукемдеп жатқандай басы кекшендеп, өз қызығы өзімен болып аласұрды. Бұл кезде күні бойы төңіректі тіміскілеп тұрған алып қызыл шар да жер бетіндегі арсыздықтан ұялғандай қысылып қымтырыла, үн-түнсіз бетін басып ұясына еніп бара жатты. Сымбат есін ауруханада жиды, бірақ қанша ойласа да қайда келіп, қайда тұрған есіне түсіре алмады. Қос жанары жаутаңдап төрт қабырғаға қарай берді. Бірақ қайда жатқанын білмейді. Ауық-ауық көзіне жалаңыштанып алып, өзіне қарай төніп келе жатқан қара мұртты адамның сұлбасы елестейді. Сондай кезде Сымбат жанын қоярға жер таппағандай дірдектеп, апа деп шыңғырып жібереді де сәлден соң бұл дүниені түгел ұмытқандай бір нүктеге қадалады да мелшиіп отырып қалады. Сымбаттың қалада атбекен болып істейтін апасы бүгін тағы келді. Өткен жолы сіңілісінің ауыр халде жатқанын көріп, жан дүниесі күйзеліп кеткен еді. Бүгін бас дәрігермен көзбе-көз сөйлесіп, жағдайды оның өз аузынан білуге ынтықты. Әйтпесе күні кеше ғана университетте сабақ беріп, докторантураға түсуге дайындалып жүрген сіңілісінің аяқ астынан зорлықтың құрбаны болып, меңдуана жегенде меңіреу күйге түсуі жанына тыныштық бермей жүр. Бас дәрігер өзінде екен.
Сәлеметсіз бе? Сіздің уақытыңыз болса оңаша сөйлесейін деп едім. Көзілдірікті бас дәрігер қарсы алдында тұрған жас келіншекті көріп абдырап қалды. О тоба, адам мұншалықты бір-біріне ұқсай береді екен-ау. Төрлетіңіз. Әлгі бізде емделіп жатқан Сымбаттың апасы емессіз бе, деді бас дәрігер. Содан аумайды екенсіз. Құдды бір судың тамшысындай. Жобаңыз дұрыс. Сымбат екеуміз егізбіз. Үлкені мен боламын. Менің атым Қымбат, деді. Өте жақсы. Мені Мейірман аға десеңіз болады. Құлағым сізде, қарындасым. Мен сіңілім туралы сөйлесейін деп едім. Қалай, ол толық сауығып кете ала ма? Бұл өте қиын мәселе. Оны уақыт көрсетеді. Біз қолдан келгенше емдеп жатырмыз. Алайда Астанадан білікті дәрігерлер шақыртқанды дұрыс шығар. Қыз есте сақтау қабілетін жойған, жүйке ауруына ұшыраған, жағдайы қиын. Біз арамызда ұрып соққан, оның үстіне зорлаған, бәрі де сол айуандықтың салдары болар. Бас дәрігер көзілдірігін түзеп қойды. Ішкі құрылысына көп зақым келген. Полиция қызметкерлеріне айтылды. Олар бұл іспен айналысып жатыр. Дұрыс қой, бірақ Сымбат есін жиып, әлгі зорлықшының түр-түсін айтпайынша оны табу да мүмкін емес. Білмесем де шамалаймын. Менің шамалауымша зорлық Дарияның бозар